Кәріжілік малдың алдыңғы аяғы болатын жілікті сүйек. Қазақтардың кәріжілік туралы дүниетанымы өте ертеден келе жатқан көне дәстүр. Қазанға ет салғанда кәріжілікке баса мән беру қажет. Алдымен бисмилля деп осы жіліктен бастап салады. Еттің барлығын ұстап тұратын қасиеті болғандықтан құда табаққа салмайды. Қонаққа, бөтен адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Мұның себебі кәріжілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдалады. Сондай-ақ өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаса, сүр бойдақ боласың деген сеніммен бойдақ жігітке бермейді. Мал сойылып, ет асылғанда кәріжілікті үйдің үлкені мүжіп тазалап қояды. Мал жанымның амандығы үшін деп босағаның оң жағына байлайды. Бұл береке мен ынтымақ, құт пен ырыс өз шаңырағында мәңгі тұрақтайды деген ырым. Этнографтардың сөзіне сүйенсек, қазақта оң босағаға ілінген кәріжілік тіл тиюден, көз сұғынан, ит құстан сақтайды деген наным бар. Кәріжілік қамшы ұстап малын күзетіп тұрған адамға ұқсайды. Ауыл көшкен күні қариялар керегеге ілінген кәріжіліктерді қой қораның төріне іліп кетеді. Мұндағы басты себеп кәріжілік түн ішінде күзетші секілденіп, малды ер-тұрманды ұры қарадан, жаудан, қасқырдан қорғайды деп сенген. Музейімізге келіп кәріжілік туралы және басқа да салт дәстүрлер туралы толық біле аласыздар.